Армысыздар, құрметті студенттер. Райдар Мусинатова Қоштау жоғары қазақ педагогикалық колледжі. Сабақтың тақырыбы жүзу. Жүзу және оны оқыту әдістемесі пәні бойынша. Оқытушысы Мыңбаев Азамат Есенбергенұлы. Дене мәдениет бөлімінің меңгерушісі. Жүзудің даму тарихына тоқталсақ. Жүзудің даму тарихы дене шынықтыру тарихының бір бөлігі болып саналады. Дене шынықтырудың жүзу ерекшеліктерін анықтаумен қатар, дамудың негізгі кезеңдерін қайталайды. Тарихы жоқ пәннің теориясы да болмайды. Теориясыз пән туралы ойда болмайды. Деп Чернышевский айтқандай, жүзу пәнін оқитын дене шынықтыру және спорт саласының болашақ маманы даму тарихымен міндетті түрде танысу керек. Дене шынықтыру жаттығуларының кейбір түрлерінің спецификасын түсініп білу үшін жүзудің даму ерекшеліктерін білу керек. Жүзу тарихының көп деректері болашақ мұғалімнің оқушылармен жүргізетін тәрбие жұмыстарында, дене шынықтыру мен спортты насихаттау жұмысында қолдануға болады. Бассейн жабдықтары. Бассейннің негізін ванна құрайды. Сөрелік тумбалар, арқамен сөрелеуге арналған ұстағыштар, трамплиндер, жоғарыдан секіруге арналған вышкалар, бөлінген жолақтар, судан шығатын баспалдақ, толқын басушылар, қауіпсіздік қамтамасыз ететін құралдар, тағы басқа қосымша құрамдары бар. Спорттық жүзуден өткізетін жарыстарға арналған бассейндердің көлемі 50-21 метр болады. Тереңдігі 1,8 метр және ваннаның жан-жағынан сақтандыру зонасы 0,5 метр болу керек. Ең жоғарғы жылдамдықпен 4-6 метр тереңдігі бар бассейндерде жүзуге болады. Сырғанау. Қолдың әртүрлі жағдайындағы сырғанау төмендегі нәрселерді меңгеруді көмектеседі. Бірінші, тепе-теңдік дененің бір қалыпты жағдайы. Екінші, қозғалыстағы бағытта алдыға ұмтылу біліктілігі. Үшінші, жүзушінің жұмыс қалпын сақтауда бұлшық еттерінің жұмысына тиімді күш салу. Кеудемен сырғанау. Жағаға бетпен тұрып, қолдарын жоғары көтеріп, білезіктерін біріктіріп, басын қолдарының арасында ұстап дем алып, отырып, біраз аяғымен шиттан немесе су түбінен итеріліп суға жату керек. Арқамен сырғанау. Жағаға арқамен тұрып, қолдарын денеге қойып, дем алу керек. Демді ұстап тұрып отыру керек. Содан кейін ақырын аяқпен итеріліп суға жату. Қолдың әртүрлі жағдайында кеудемен сырғанау. Қолдың әртүрлі орналасуы жүзу мен күш орталығының өзгеруі тепе-теңдік пен суда денені көлденең ұстауды үйренуге көмек жасайды. Қолдың әртүрлі жағдайында арқамен сырғанау. Дененің жанында алдыға созылған, бір қолы алдында, екінші қолы аяғында. Қолдың әртүрлі жағдайында арқамен және кеудемен сырғанау және кроль әдісімен аяқ қозғалысы. Кеудемен кроль әдісі бойынша жүзу техникасы. Кеудемен кроль жүзудегі ең жылдам әдістердің бірі. Эстафетаның соңғы кезеңдерінде ұзаққа жүзуде, су асты спортында, қазіргі заманғы 5 түрлі көпсайыстарда, ГТО көпсайыс кешенінде және кешенді жүзу қашықтықтарында тағы басқа бұл әдіс қолданылады. Кеудемен кроль жүзуде спортшы қолдарымен кезектескен қимыл жасайды, ал аяқтарымен үздіксіз ауыспалы қозғалыстар жасайды. Крольдегі қолмен есу қимылдарындағы білектің қозғалыс траекториясы. Арқада кроль әдісімен жүзу техникасы. Эстафетаның немесе кешенді жүзудің бір кезеңін осы әдіспен жүзеді. Арқамен кроль әдісі арқылы жүзуде спортшы қолдарымен кезекпен есу қимылдарын жасайды және аяқтарымен үздіксіз кезекпен жоғары және төмен қимылдар орындайды. Арқамен шалқалап крольде қолдың есудегі білезіктің қозғалыс траекториясы. Брас әдісімен жүзу техникасы. Браспен жүзу техникасының ережесі. Ереженің негізгі бөлімдері. Жүзуші брас әдісімен жүзуде иықтары қарама-қарсы орналасып, су бетінде кеудемен жатады. Екі қолы бір уақытта және бір қалыпты қимылдар жасайды. Есу барысында
су бетінде немесе су астында қозғалыс жасай алады. Аяқтары да бір уақытта бірдей қимылдар орындайды. Аяқпен есуде өкшелерін жан-жаққа қаратып, артқа доға бойынша қозғалады. Қашықтыққа жүзу барысында сөре берілгеннен кейін немесе бұрылыстар басқа уақытта су астына басты толық батыруға тыйым салынады. Брас әдісінде қолмен есуді жасаудағы білезіктің қимыл траекториясы. Баттерфляй әдісімен жүзу техникасы. Дельфин әдісімен жүзу техникасының ерекшелігі қолдар есуді аяқтаған соң су үстінде дайындық қимылдарын орындайтыны және аяқтары дельфиннің құйрықтары сияқты жоғары төмен қозғалатыны. Өкшемен толық 2 рет соғу қолдың бір айналымның қимылына келеді. Дельфин әдісінде қолмен есуді жасаудағы білезіктің қимыл траекториясы. Сөре мен бұрылыстарды орындау техникасы. Жүзу спортында сөре екіге бөлінеді. Бұл не жаңағы бірінші тумбадан сөрелеу, екіншісі судан сөрелеу. Бұрылыстар. Бұл жерде бірінші суретте маятникпен бұрылу көрсетілген. Екінші кролмен жүзу кезінде құмырамен бұрылу. Бұл жерде арқа мен кроль әдісімен жүзген кезде бұрылу әдістері. Құтқару әдістері. Бұл жерде көрсетілген қалай су бетінде құтқаратын адамды алып шығу, қалай оны дұрыс ұстау және ары қарай алғашқы медициналық көмек көрсету. Қолданылған әдебиеттер. Жүзу дене шынықтыру институттарына арналған оқулық. Назарларыңызға рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.